Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Менің үмметімде бір үш сипат болса, ешқашан адаспайды" дейді. Бірінші, қашан намазды оқып, тез шығып кетпесе дейді. Яғни ең соңғы адам болып, мешіттен шыққан адам болып болса дейді, ешқашан ол пенде адаспайды дейді. Яғни намаздан қалып отырып мешітте қону, яғни тәсбих санау, зикр қылу, немесе осындай сабақ жүргізу, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізге уәде берген хадисінде бар. Яғни ешқашан біз адасуда болмаймыз. Кейбір бауырларымыз не істейді? Мешіт намазды оқи ма, оқымай ма, адамдардың үстін басып, мойнын басып, қолын басып, мешіттен шығып кетеді. Ол мұнафиқтың сипаты, бауырлар. Мұнафиқ деген кім? 200 адам. Мұнафиқ, иннал мұнафиқин фи дәрки асфали минан нар дейді Құранда. Алла Тағала айтады. Мұнафиқ тұзақта кәпір адамдан да азабы күшті дейді. Фи дәрки асфали минан нар дейді. 200 адам. 200 адам кім? Жүрегінде сөйлегенде тағуа болып сөйлейді. Бәрін қатыратын сияқты. Субханалла, астағфирулла. Бірақ амалға келгенде жаңағындай мұнафиқтың үш белгісі бар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ида хаддаса кадаба" дейді. Қашан сөйлесе өтірік айтады дейді. Қашан сөйлесе аузынан жалған сөз шығады дейді. Екінші, ида тумина хана дейді. Қашан бір аманатты тапсырсаң, оны қиянат жасайды дейді, аманатыңа дейді. Ида уада халафа дейді. Уәде берсе, уәдесіне тұрмайды дейді. Қашан уәде берсе, ол адам уәдесіне тұрмайды. Бұл мұнафиқтың сипаттары. Тағы бір сипаты, мұнафиқ жамаат намаздан қашады. Көпшілік намаздан қашады. Көпшілікті қаламайды. Мұсылмандардың ауыз бірлігін қаламайды. Мұнафиқтың бір сипаты. Жамаат намазға келмейді. Бауырлар, шамамыз келсе, жамаат намаздан қалмайды. Құранда Алла субхану ва тағала айтады: "Астағиду биллах ва ақимус салат ва атуз зака ва ркау мар-ракиин" дейді. О намазыңды оқы, зекетіңді бер, көпшілікпен намаз оқы дейді. Ва ркау мар-ракиин. Көпшілікпен, жамаатпен намазыңды оқы дейді.